Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елдегі болып жатқан жайға қоғам белсенділерінен бөлек өзге де топтар, өзге де адамдар пікір білдіріп келеді. Солардың бірі танымал әзілкеш Нұрболхан Шараповтың билікке қарсы мынадай айтқан уәжі бар екен. Логикасы жоқ билік. Қазір билікке бірдеңе айтсаң оппозиционерсің или провокаторсың. Сонда сөз еркіндігі қайда? Адамның құқығы қайда? Заң қайда? Конституцияға сәйкес әр адам өз ойын еркін айтуға құқығы бар. Президент, вакцинаның толық салынбай адамдардың ауруханаға көптеп түсуіне антивакцерлер кінәлі депті. Былтыр адам қырылғанда антивакцерлер болған жоқ. Ол кезде кім кінәлі болды? Билік. Коронавирусқа деп қаншама триллион жұмсадың, қайда нәтиже? Сол ақшамен вирусты тоқтатамын деп ойладыңдар ма? Күлкім келеді. Айтпақшы 6 триллион теңгені қанша адам бөліп алдыңдар биліктегілер? Одан кейін тағы қанша ақша бөлінді вируспен күресуге? ВОЗға қанша қарызсыңдар мемлекет? Өз еркіңмен ештеңе қабылдап жатқан жоқсыңдар. Сыртқы күштің әсері мықты болып тұр. Сингапур мен Ұлыбританияның вирустан шаршады. Енді олар коронавирусты жай тұмау сияқты ауру деп қабылдаймыз деп шешім шығарып бүкіл шектеуді алып тастады. Милары істейді басшысының, себебі оларға сыртқы күш әсер етпейді. Олар ешкімге тәуелді, қарыз емес. Қазвакты ВОЗға регистрация жасау үшін қанша төлейсіңдер? Медицина бизнес болып кетті, это факт. Оны біліп тұрсыңдар, мойындағыларың келмейді. Халайық, мынаны ескеріңіздер. Вакцинаға қарсы болып жатқан тек біздің ел ғана емес. Көзді ашып қараңыздар жан-жаққа. Сауатты болайық, сауатсыз болғаннан кейін мәжбүр болып жатырмыз. Өз еркімен салдырғандар сендерге қатысты емес бұл пост. Өтіп кете беріңдер. Бұл мәжбүрленіп жатқандарға қатысты. Жұмыстан айырылмайық деп отбасыңды асырау үшін салдырдыңыздар вакцинаны. Енді не істейсіздер? Балаларыңызға да салдырасыздар ма, дейді танымал әзілкеш Нұрболхан Шарапов өзінің әлеуметтік желіде қалдырған жазбасында. Ал сіздің берер жауабыңыз қандай? Өз ойыңызды айтар, пікір ұсынысыңызды төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.